Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Сарқан ауданы Ақбота бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі Сейдикрамова Бану Ешмұхамбетқызымын. Бүгін мен сіздерге балабақшамызда сәтті іске асып жатқан қалдықсыз әлем таза болашақ жобасын ұсынамын. Бұл жоба біздің күнделікті тыныс тіршілігіміз. Жобаның басты мақсаты өсіп келе жатқан жас ұрпаққа қоқыстың қоқыс емес, қайта өңдеуге болатын бағалы шикізат екенін ұғындыру, және солар арқылы балалардың денсаулығын нығайту. Назар аударыңыздар, бұл пластикалық қақпақтардан жасалған біздің денсаулық жолымыз. Біз ата-аналармен бірлесе отырып, жүздеген қақпақтарды жинап, оларды қазақи нақыштағы ою өрнектермен үйлестірдік. Ұйқыдан оянған соң балалар осы кілемшелердің үстімен жүреді. Бұл табан массажы, қан айналымын жақсартып, жалпақ табандылықтың алдын алатын тиімді әдіс. Осылайша біз экологияны денсаулыққа, ал пластикті өнерге айналдырдық. Қалдықтың әр түрінің өз орны бар. Пластик бөтелкелерден жасалған мына қоректендіргіштер арқылы балалар құстарға қамқорлық жасауды үйренеді. Ал мына жұмыртқа қораптары мен ескі картоннан жасалған ертегі кейіпкерлері баланың қиялын ұштайды. Біз ойыншықтарды сатып алмаймыз, біз оларды өзіміз жасаймыз. Бұл баланың майда моторикасын дамытып қана қоймай, қоршаған ортаға деген жауапкершілігін арттырады. Бізде қағаз қалдықтарда ысырап болмайды. Пайдаланылған қағаздарды сұрыптай отырып, біз олардан топты безендіруге арналған экоэстетикалық бұйымдар жасаймыз. Мысалы, мына әрігүлдер қарапайым қағаздың екінші өмірі. Балалар қоқыс жәшігіне баратын заттың сұлулыққа айналғанын көргенде, олардың табиғатқа деген көзқарасы түбегейлі өзгереді. Күнделікті өмірде тасталатын ағаш таяқшалар мен бұтақтарды қоқысқа жібермей, балалардың шығармашылығы арқылы жарқын ойыншықтар мен пайдалы бұйымдарға айналдырдық. Бұл экологияны сақтаудың және қоршаған ортаға қамқорлықпен қараудың алғашқы қадамы. Қарапайым табиғи тастар балалардың қиялы мен бояулардың көмегімен жан бітіп, ғажайып жәндіктер әлеміне айналды. Кішкентай шеберлер әр тасты мұқият бояп, олардан қырқаяқ, ара, қаңқыз, көбелектер құрастырып шықты. Ол белсенділік балалардың кеңістікті ойлауын, шығармашылығын дамытады және қоршаған ортаның әрбір бөлшегінен сұлулық көре білуге үйретеді. Шаруашылыққа жарамсыз болып қалған ескі көлік дөңгелектерін тастамай, балалар үшін нағыз қызықты автотұрақ пен жол белсенділігі алаңын айналдырдық. Дөңгелектер мен тақтайшаларды біріктіре отырып, балалардың қиялын ұштайтын, жол ережесін үйрететін эко-ойын алаңын жасадық. Құрметті әріптестер, табиғатты қорғау үлкен істерден емес, кішкентай қадамдардан басталады. Ақбота бөбекжай бақшасында осылайша қалдықты құндылыққа, ал қоқысты өнерге айналдыра отырып, балалардың бойында экологиялық мәдениетті іс жүзінде қалыптастырып жатырмыз. Бұл таза әлем мен жасыл болашаққа жасаған ортақ қадамымыз. Назарларыңызға рахмет, табиғатты бірге аялайық.